Қарағай, пайын, пинус, сасна. Қарағай тұқымдасына жататын мәңгі жасыл, қылқан жапырақты ағаш, кейде бұта. Еліміздің таулы аймақтарында бірнеше түрі кездесетін қылқан жапырақты мәңгі жасыл өсімдік. 500-600 жылға дейін өмір сүреді. Ең биік түрлері 50-60 метрге жетеді. Шышаныкіндей емес, қарағайдың қылқаны ұзын, жуандау. Қылқанның түсі түріне қарай сары, көкшілдеу, жасыл және қою жасыл болады. Қарағай сондай-ақ тез өсетін қылқан жапырақтылардың бірі. Жер шарында 100-ден аса түрі болса, оның 20 шақты түрі көгалдандыруға қолданылады. Олардың ішінде бұтағы тік өсетін және жайыла өсетін түрлері де бар. Өсе келе жан-жағына 6-7 метрге дейін жайылатындықтан бір-бірінен немесе өзге ағаштардан арақашықтығы кем дегенде 5-6 метр болуы керек. Оның барлық түрі өсіруге ыңғайлы. Жай және тез өсетін түрлері бар. Қарағайдың қылқанымен қоса өте жиі орналасатын бүршіктері де өте әдемі. Осы бүршіктерін сәндік үшін теріп алып, қолөнер бұйымдарына қолданып жатады. Қарағайдың ағашы мықтылығымен және қаттылығымен ерекшеленеді. Оны кеме құрылысына, авиацияда, темір жолда және құрылыста кеңінен қолданады. Қарағайдың діңінде шайыр көп мөлшерде болады. Одан скипидар және канифоль алынады. Канифольді сүргіт және лак дайындауда қолданады. Қарағайдың бүршіктері, эфир майы және шайыры бронхит, өкпе ауруларына қарсы пайдаланылады. Қылқанын әз дәрумені жетіспегенде және алдын алу үшін қолданады. Жаз көшетін ашық күн көзіне, құнарлы топыраққа отырғызу керек. Жыл сайын көктемде қылқан жапырақты ағаштарға арналған минералды заттармен қоректендірген жөн. Қоректік заттары жеткілікті қарағай қылқанның түсі қанық болады. Кейбір жұмсақ қылқанды түрлері қысқы суыққа шыдамсыз келеді. Көбейтілуі тұқымы және қалемшілеу арқылы көбейтіледі. Сипаттамасы: бұл ағаштардың биіктігі 35 метрдей, діңі мықты, бұтақ шоғыры дөңгелек болып келеді. Қабығы үгілмелі, қызыл қоңыр түсті, бұтағында жарықтары болады. Жапырағы, инесі 2-5-тен шоқтанып, бүршігінде орналасқан. Бүршіктері күрделі, бірі 2-3 жылда піседі, оны жеуге болады. Мамыр айында гүлдейді. Аталық гүлі масақты, сары не қызыл түсті. Аналық бірі жас өркен ұшында 2-3-тен орналасады. 2 жылда пісіп жетіледі. Тұқымы қара не сұр түсті. Қанатты, кейде қанатсыз болады. Қарағай ағашы 300-500 жыл жасайды. Еуразияның қоңыржай және субтропиктік аймақтары мен солтүстік Америкада өсетін 100-ге жуық түрі белгілі. Қазақстанда 2 түрі, кәдімгі қарағай, пинус сильвестрис және самырсын қарағайы, пинус сибирика бар. Бұлар республиканың солтүстік шығыс, орталық бөліктеріндегі аралас ормандарда, басқа қылқан немесе жалпақ жапырақты ағаштар арасында өседі. Қазақстанда ботаникалық бақтарда қарағайдың сары қарағай, тау қарағайы, веймутов қарағайы түрлері қолдан өсіріледі.